Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін осындай шоколадты, ішіне жаңғақ, банан қосылып жасалатын өте дәмді пирог дайындаймыз. Құрамына кететін заттардың барлығы қолжетімді. Дәл осы рецепт бойынша шайға дайындап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді салып, ағарғанша, 2 есе ұлғайғанша осылай миксерлеп аламыз. Сары майымызды ерітіп, үстіне шоколадымызды саламыз. Біздің шоколадымыз осылай еру қажет. Содан соң оны жұмыртқалы массамызға қосамыз. Жұмыртқаға қосар алдын шоколадты қатты ыстық емес екендігін қадағалаңыздар, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Келесі кезекте үстіне бал қосып, тағы да араластырып аламыз. Орташа көлемдегі 2 бананды алып, осылай езіп шанышқымен оны да осы массамызға қосамыз. Онымен қамыр қопсытқышымызды бөлек ыдысқа араластырып аламыз. Содан соң оны шоколадты массамызға біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Соңғы кезекте осы жаңғағымызды араластырамыз. Енді пергамент төселген жан-жағы майланған формамызға осы массамызды құямыз. 150-160 градус қызған пеште шамамен 30-35 минуттай қызарғанша, толық піскенше пісіріп аламыз. Осылай пирогымыз пісіп шықты. Жан-жақтарын пышақпен ажыратып, кесіп жей берсек болады. Дәмі отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Жасап көріңіздер тура осы рецепт бойынша. Менің каналым ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.